Сәлем достар, Назар FM медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. Достар, ғалымдар қандай музыканың күш сезімін тудыратын анықтаған екен. Қазір біз бірге оны білетін боламыз. Америкалық ғалымдар музыканың, яғни күш сезімін күшейтуге әсерін, яғни анықтап, осыған байланысты ең тиімді композицияларды анықтай алған екен. Зерттеушілер көптеген спортшылардың матч алдында алаңға шыққан кезде құлаққаппен шығатын, яғни құлаққаппен шығатын байқаған екен. Көбісі және өздеріне қажетті мотивацияны алу үшін емтихан болсын, сұхбат немесе басқа да маңызды сәттердің алдында музыка тыңдайды екен. Шынында да белгілі бір музыка тыңдаушы күш сезімін толтырады, немесе өзіне деген сенімділікті арттырады. Ол кез келген өмірді, яғни өзгертетін, немесе жай психологиялық қиын оқиғаға қатысудан бұрын пайдалы болуы мүмкін. Ал достар, сіздер мотивация алу үшін қандай музыка тыңдайсыздар? Осыны біздің комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Солтүстік Батыс университетінің ғалымдары бұл, яғни әсерді зерттеуге шешім қабылдаған екен. Ал эксперименттің бірінші бөлігінде бір топ, яғни адамдарға реггиден хип-хопқа дейінгі әртүрлі жанрдағы музыкалық тректердің 30 секундтық үзінділерін тыңдауға, яғни ұсынды. Осыдан кейін қатысушыларға қай әндер өздеріне сенімділік тудыратынын және қайсының бұған әсері аз болған айту ұсынылды. Ғалымдар күш сезіміне толы мотивациялық әндерді атап айтқан екен. Олар Queen тобының We Will Rock You және Get Ready for This жаңағы Too Unlimited тобының. Және де Because We Can Fatboy Slimның және Who Let the Dogs Out яғни Бахаменнің әндерін айтып кеткен екен. Және осы орайда достар Stand Up әнін ұмытпағайсыздар. Себебі әр уақытта мотивация беретін әндердің, рухтандыратын әндердің орны бөлек болып келеді. Ал сіздер қандай сіздерді рухтандыратын, мотивациялайтын және күш-жігер беретін әндер тыңдайсыздар? Осы жөнінде комментарийға қалдырсаңыздар болады. Иә достар, осы орайда осы әндерге біз кезек береміз. Осы әндерді өздеріңіз тыңдап көріңіздер. Сіздерге мотивация берді ме? Әлде басқа әндерді ұсынасыздар ма? Астына жазуды ұмытпаңыздар. Ал кейінгі эксперименттерде ғалымдар бұл әндердің күш сезіміне қалай әсер ететінін түсіндіруге тырысты. Күш сезімін талдауға бағытталған психологиялық тесттер нәтижесінде зерттеушілер ынталандырушы музыкамен, яғни адамдардың қабылдауының өзгеру арасындағы тікелей байланысты анықтаған екен. Ал бұл процесте ғалымдар әннің сөздерін маңызды факторлардан алып тастады. Экспериментке қатысушыларға белгілі бір әннің мәтінін музыкалық сүйемелдеусіз оқуды сұрағанда, одан әрі, яғни сауалнамалар мен сынақтар мотивацияны күшейтуге ешқандай әсер етпеді деп өздерінің пікірлерін білдірген екен. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй. Я достар, қандай тақырыпта болмасын, қандай жанрда болмасын, өздеріңізге ұнайтын және жүректеріңізден шығатын керемет әндерді тыңдау әр қашанда
көңілді жібітеді. Сол себепті достар, біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза аласыздар. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.